Армысыздар, ардақтағайын қадірлі телекөрермендер. Эфирде Қазспорт қонағы бағдарламасы. Студиямыздың бүгінгі мейманы Қазақстан Дзюдо Федерациясының бас хатшысы Самат Жылқыбаев ағамыз. Самат Сәбитұлы, студиямызға қош келдіңіз. Саламатсыздар ма? Енді әңгімемізді кеше ғана аяқталған жазғы Азия ойындарынан бастайық. Дзюдошыларымыз бір алтын, бір күміс, 3 қола медальға ие болды. Бұл қаншалықты жақсы жетістік? Жоспарды орындай алдыңыздар ма? Жалпы жоспарды орындадық деп ойлаймын. Өткен Инчон Азия ойындарында бізде бір алтын, 2 күміс, 3 қола болған. Бүгін енді бір күміс ала алмай қалдық. Раков Максим өзі екінші орын алған еді. Бүгін енді жарақатына байланысты Максим спортшылардың сатында бола алмай қалды. Ал жалпы мына Азия ойындарына енді сәтті дзюдошыларымыз өнер көрсетті деп ойлаймыз енді. Енді алғашқы күннен жеңіл салмақтардан бастайық, әр салмаққа тоқталып кетейік. Жанкүйерлерде біз жалпы өзімізде күттік осы 48 келіде, одан сөзсе Галбадрах пен 60 келіде Елдос Сметов осы жеңіс тұғырының ең биік сатысына көтерілетін шығар деп. Енді Сметов жарақат алып қалды. Қалай болды? Басқасында болдыңыз ғой? Енді бірінші кездесуінде Индонезия спортшымен кездесті. Жалпы жаман емес күресті, мақсаты. Екінші кездесуінде Солтүстік Корея спортшымен кездесіп, қабырғасын тышнап кішкене ауа жетпей қалды. Өкінішке орай Елдос жарыс сабынан шығып қалды. Одан соң Галбадрах, өзіңдеріңіз білесіздер, енді Олимпиадада жапон спортшымен кездесті. Онда оған Олимпиада ойындарында ұтылған болған, 3 жолында Азия ойындарында ұтылып қалды, өкінішке орай. Бірақ жалпы енді одан соң Галбадрах өз өнерін қолынан келгенше көрсетті. Итон спортшысы да мықты, жалпы жаман емес күресті деп ойлаймыз. Енді былтырғы маусымда әсіресе Галбадрах елімізге өте көп жүлде алып келді. Гран-при, Гран-слем турнирлерінде көбіне финалға шықса ешкімнен ұтылмайтын. Бірақ қазір 48 келіде украиналық бір жас спортшы шықты. Иә, Дарья Беладет деген 17 жастағы қыз, оның әкесін өзі күрескен дзюдошы, әлемге танымал дзюдошы, әлем чемпионаттарында қола жүлдегер болған. Енді сол әлем чемпионатында Дарьямен кездесеміз ба деп отыр. Енді өкінішке орай 2 рет ұтылып қалдық. Бірақ жалпы енді ол жас қыз болған соң оның әдісін біраз спортшылар білмеген еді. Қазір енді бәрі жаттап алды деп ойлаймын. Ол қызға да оңай болмайды. Енді көбінесе осы жеңіл салмақта осы Азияның қыздары мықты болатын еді ғой? Әрине, осы жеңіл салмақта Азия қыздары мықты. Мына соңғы Азия ойындарында 48 кг салмақты алсақ болады. Мына Корея палуаны Олимпиада ойындарында финалында күрескен. Конда Япон палуаны Олимпиада ойындарында қола жүлдегер болған. Біздің ОНГЦ Галбадрах екеуі. Сол бүкіл Азия деңгейінде 48-60 кг лидерлары сол командалар деп ойлаймын, сол елдердің. Енді одан кейін келесі күндері 66 келі салмақта Елдос Жұмаханов жалпы соңғы кездері жақсы тұрақты нәтижелер көрсетіп жүр. Елдос Жұмаханов тұрақты нәтижелер көрсетті. Өздеріңіз білесіздер, Гран-слемде 2-ші орын алды. Соңғы кездері Азия ойындарында да жалпы жаман емес күресті. Қолынан келгенше. Енді өкінішке орай алтынға жете алмады, қола медальға ие болды. Бірақ қолынан келгенше күресті. Ол салмақта қазір Серікжанов деген баламыз бар, жаман емес, жас баламыз. Сол да гран-приларда өзінің өнерін көрсетіп, медальдар алып, қуантып жүрген балалардың біреуі. Енді жүлдегерлер қатарынан біз 70 келіде Жансай Смағұловты көреміз деген ой болған. 70 келіге әбден қазір бой үйретті, қарсыластарының барлығын білет деген секілді. Қандай гран-при, гран-слем турнирлерінде жалпы жүлде алып жүрген балуандардың бірі. Негізі Жансайға да үміт салған едік. Өкінішке орай Жансай бірінші кездесуінде өте нашар күресті, шынымды айтсам. Мен Солтүстік Кореямен кішкене психологиялық тұрғыдан етпеді ме. Өз Олимпиада ойындарында 66 кг күрескеннен кейін 70 кг-ға ауысып, соңғы өзілеріңіз айтып отырсыз, гран-приларда жақсы нәтиже көрсетіп, қуантып жүрген бала еді. Бірақ соңғы күні командалық есепте жиналып, Жансай жақсы өнер көрсетіп, жалпы мына команданы білесіз, күміс жүлде болғалы, сол еңбегі зор ол баланың да. Енді өзіңізде кезінде күрестіңіз, салмақ ауыстыру спортшыларға қаншалықты қиын? Жаңа айтып жатырмыз, Смағұлов 66 келіде Олимпиадада, Дидар Хамза 73 келіде өнер көрсетті, қазір екеуі енді салмақ ауыстырды дегендей. Енді жалпы спортшы болған соң Дидар Хамзаны алсақ болсын, Жансайды алсақ, салмақтар өседі ғой спортшылардың. Бұлар жас кезінде, мысалы, 20 жасында, 22 жасында, мысалы, 66 кг болса, дене бітім бітіп, қатайып, бұлшықтар қатайғаннан кейін адам салмақ өседі. Жілік май толып. Жілік май толып. Ал енді біздің спортта білесіздер, бәрі бір күнде басталады, бір күнде бітеді. Мысалы, салмақ қуып, бір күнде 5 кездесу, 6 кездесіп өту деген әлемде дзюдо өте мықты, әл белдесуге өте көп күш салу керек.
салмақ қуған балалар көбінесе әлсіреп қалады деп ойлап, сол неден біз салмақ ауысқан дұрыс деп ойлаймыз жалпы. Енді жаңа салмаққа бой үйрету үшін қанша уақыт керек? Енді мен өзім бапкер болдым, мен жалпы енді ойлаймын, бір жылдан кем емес деп. Кемінде бір жыл. Кемінде бір жыл. Физикалық тұрғыда, психологиялық тұрғыда ішкене бала күш сынып, ішкене сол салмаққа үйрену керек. Енді екеуіңде ауысқанда 2 жылдай уақыт болып қалды, Олимпиададан кейін ауысты. Білеміз, біраз бой үйретіп қалды. Енді Дидар бұған дейінгі, яғни жеңіл салмақтағы балуандардың сәтсіздігін бір жуып шайды деп айтуға болады шығар. Күтпеген жерден алтын алды. Әлде күттіңіздер ме бұл алтын? Әрине біз әр спортшымыздан үміт күтеміз. Өйткені Дидар болмасын, басқа салмақта спортшыларымыз болмасын, әр жарысқа да жеке дайындалады, бапкерлер де жеке дайындайды. Мен ойлаймын, енді әр спортшының өзінің қолында деп бар күші. Дидар енді Олимпиада ойындарында күрескен бала, әлем чемпионатында жүлдегер болған жасөспірімдер арасында. Үміт күтпедік деп айта алмаймын, өйткені ол баламызда соңғы кездер 81-ге ауысқалы бері шамал нәтижелер төмен болып жүрді, бірақ мына Азия ойындарына өте керемет әдемі келді деп ойлаймын. Өйткені салмағы бұрында жетпей жүретін, мысалы 81-82 болып жүретін. Қазіргі мына Азия ойындарына салмағы 85 килоға дейін жетті, 84 килограмм болды. Нағыз күшіне еніп, 2-3 килограмм салмақ. 2-3 килограмм, мына жеребесі де оңай болған жоқ жалпы. Бірінші белдесуінен бастап, Тайпей балуаны, ол Японияда дайындалатын балуан, әкесі Тайпей, шешесі японец. Японияда жалпы сол дайындалатын. Сол Тайпейден басталды. Екінші белдесуінде моңғол палуаны, өте мықты палуан, гран-при, гран-слемдерде өнер көрсетіп жүрген палуан. Оны жақсы жеңіп. Үшінші кездесуінде Япон палуаны, әлем чемпионаттарында күресіп жүрген палуан. Енді оны да жақсы ұтты. Енді соңғы финалдық кездесуінде Иран палуаны, ол рейтингте бірінші тұрған палуан, соңғы кездер бүкіл жарыстарда ұтылмаған палуан. Соны Дидар ұтып, бәрімізді қуантып, шынын айтса. Енді финалдық белдесу туралы айтып берсеңізші, біраз жекеге салмақ түсірген екен, төрешілердің де шешімі соңғы секундтарда шешіліпті. Кездесу оңай болған жоқ, шын мәнінде айтсақ. Иран палуаны 90 килограммнан көп келеді, салмағы өте мықты палуан. Финалға шығу кездесуінде Корей палуанын 2 рет Лазаримен ұтып тастады, 2 минутта. Жалпы тренерлер анализ жасап, бүкіл күрескен Иран палуаны 3 минуттан кейін шын айтса шаршап қалады. Сол Дидарға қойған енді неміз сол күреске 3 минут аяқта тұрсаң, 4-5 минут ол бала шаршайды. Негізі тактикамыз сондай болады. Голден скорға да созуға болады. Өйткені өздеріңіз білесіздер, салмақ қуған адам тез шаршап қалады. Тура сол тактиканы орындап, Дидарына соңғы секундта Иран палуаны қашып тізеге отырған соң соңғы ескертуін беріп. Бірақ бір Вазари мен Иран палуаны алда болды? Алда бір Вазари болды, екеуінде екі. Кімді Иран палуанында 2 ескерту болды, Дидар Хамзада 1 ескерту болды. Өйткені біз 4-ші минутқа кеткен кезде Дидар Хамза Иран палуанын қуалап, кішкене әдістер жасап, бір не бергізген еді. Ескерту бергізген. Соңғы 1 секунд қалғанда Иран палуаны қашып, 17 секунд қалған кезде. 1 секунд қалған кезде, дзюдода білесіз, 1 секунд соңына дейін қашу болмайды, соңына дейін күресу керек. Сонда шида беріп, қастаған сәтте қолда тұрған жеңісті жібере салуға болады. Дзюдо сонымен керемет, сонымен әдемі деп ойлаймын. Қандай күйде болдыңыздар сол сәтте? Енді қуанышымызға шек жоқ. Әрине Азия ойындарының алтыны бізге өте маңызды. Өйткені біз Инчонда тарихта бірінші рет ондай жетістікке жеткен едік. Алдында күмістер өте көп еді. Енді бізге федерация тарапынан жалпы ұлттық олимпиадалық комитетінің қойған жақсы мақсаты, міндеттемеміз сол еді. Сол алтынға өте қуантып отырмын. Жас балаларымыз Жалғыз Сметов қана емес, одан да басқа балаларымыз өсіп келе жатқанына, жалпы бапкерлердің де, жалпы федерацияның да жұмысы дұрыс бағытта кетіп жатыр деп ойлаймыз. Жүйелі жұмыстың жемісі дейсіз ғой. Жемісі деп ойлаймыз. Енді бірақ әлі де болса ауыр салмақта біраз кемшін тұстар бар секілді. Енді ауыр салмақта бізде кемшіліктер бар, ол бұрыннан бар. 81-де қазір Дидар пайда болса, 90-да Исламымыз бар, Бозбайымыз. Бозбайып та бір көңіл күйіне байланысты белдесетін жігіт өзі. Бозбайып енді қалай ұйықтап тұрады, солай күреседі енді жалпы. Күтпеген әлем чемпионаттарында кейбірде бір ұйықтап тұрса, ұрып тастайды. Бір болса бірінші схваткасынан нетеді. Мына енді 100 килограммда әрине бізде қазір кішкене өте проблемалар көп, шын айтса. Плюс 100-де көп. Максим Раков кеткелі бері
орнына бір ауыстыратын бала жоқ. Мына Қажыбаев деген баламыз вроде бы тартылып келе жатыр, бірақ әлде де жұмыс жасау керек. Демяненко енді шынын айтса Максимнің деңгейінде жоқ әлі, енді ары қарай жұмыс жасап өзін қосама деп ойлаймыз. Бірақ Демяненкодан басқа жүзде тағы да жасөспірім балалар келе жатыр, енді солардан бірдеңке бола ма деп үміттеміз. Аса ауыр салмақта? Аса ауыр салмақта енді бізде қазір... Шынкеев неге бармады? Шынкеев енді білесіздер өздеріңіз, биылдан бастап көп жыл бойы ұлттық құрама командада болды. Шынкеевке көп-көп рахметімізді айтамыз, өйткені стабильный борец дейді ғой. Әр барған жарысында қол алып келеді. Азия ойындарында қол алып келген, сонда Азия ойындарында, Азия чемпионаттарында медальға иеленеді, Олимпиада ойындарына жылда барады. Жалпы ол балада енді өзінің жасы да кеп қалды, шынын айтса. Өзде шаршады, сонша жыл сборныйда болу деген оңай емес. Ұлттық құрама командада күніне 2 рет дайындалу керек. Сонда командадан кетті ма? Ол енді командадан кетіп, қазір қазақша күрестен күресіп жүр. Қазақстан барысы болды, құттықтаймыз. Өте ризамыз, біздің іздеушілер осындай барыс тұтып. Енді оның ізін басатын жас балуандар бар шығар енді? Енді қазір іздеп жатырық. Шын айтса Жабуров деген жас балуанымыз бар еді, 20 жастағы ол жасөспірімдер ұлттық құрама командасында. Соны апарып бір тексеріп көрейік деп едік, үлкен жарысқа салып, кішкене. Ол енді өкінішке орай әлі ол деңгейге жеткен жоқ деп ойлаймын. Son 1-2 жыл сол жасөспірімдер арасында күресіп, әлем чемпионатына дайындалып, бұл тарапынан көп жұмыс жасау керек, шыны керек. Ал енді құрамада ұзақ уақыттан бері жүрген балуандардың бірі ол Гүлжан Исанова. Гүлжан Исанова Ержан сияқты, оған да мыңда бір рахмет. Енді ветерандарымыз ғой біздің. Азия ойындарында да командалық есепте болмасын, өзі жеке есепте қола медальға ие болды. Енді мына Азия ойындарында өте жақсы өнер көрсетті. Гүлжанға мыңда бір рахмет айтамыз. Енді әлем чемпионатында күреседі. Содан енді өзі де ойы болып жүреді, бәккер болам ба деп. Ағай, қалай ойлайсыздар деп. Енді айттық, енді көрейік на чемпионатына көстісті. Ардынан Берлік Ашық деген бір қызымыз бар, Талдықорғаннан Камила, соны дайындап жатырық. Енді Гүлжанның орнын сол ауыстырып, сол басама деген үміттеміз шын мәнінде. Енді командалық сайысқа да тоқталайық. Бірінші рет микс, яғни аралас командалық бәсеке өтті, және Олимпиада ойындарының бағдарламасына енді бұл командалық бәсеке. Қалай енді? Жеке-жеке болған дұрыс па, әлде осы аралас болғаны тиімді ме біз? Жалпы енді мен ойлаймын, енді спорт болғаннан кейін аралас болғанда дұрыс шығар, өйткені Олимпиада несіне кірді, программасына кірді, бір вид болып. Біз енді мына Кубок конфедерациясында микс қылып өткізейін деп жатырық. Мына Азия ойындарында да көрдік, әрине бірдей алып жүру керек екен, қыздарды да, балаларды да. Шын мәнінде мына командалық жарыста ойлап едік, кішкене қыздарымыз белсенді болып, балаларымыз күшті бола ма деп. Шын мәнінде осы жол қыздарымыз мықты болып, шынды айтса бар ғой, қуанышты, керісінше балалардан командалық есепте өте күшті күресті қыздарымыз. Финалға шықты. Финалға шықты. Яланда деген қызымыз күресті. Ол қызға мыңда рахмет. Өзбектермен 3-3 болған кезде жеребе тартылып, именно сол 57 килограмм салмағына түсіп, сол қызымыз 2 рет таза жеңіске жетіп, қуантып, команданың финалға шығарған егі сол қыз. Исанова Гүлжан отты, Жансай ұтлық балды, Ислам отты. Команданың ортақ жеңісі деп айтуға болады. Ортақ жеңісі деп айтуға болады. Бірақ енді қыздардың үлесі көп қосқан шынды айтса. Спортшылар жеке басының қамы үшін емес, команданың ортақ жеңісі үшін тер төгеді. Бұл бәсеке бір жағынан өте қызықты. Өте қызықты тартыс шынды айтса. Соңғы күні халыққа да қызық екен, жалпы өзімізге де өте қызықты. Өйткені бұл жерде қанша команда мықты болмаса да, командалық жарыс қой бұл. Бір спортшы алып шықпайды, бүкіл команда, бәрі бірігеді, бір күштен, бір неден деген сияқты, бір настрой деген сияқты. Бұл жалпы өте күшті жарыс деп ойлаймын. Ал енді мұнымен ірі бәсекелер бітіп қалмайды, әсіресе дзюдошылар үшін. Мінекей, осы қыркүйек айының 18 мен 28 аралығында Бакуде кезекті әлем чемпионаты. Бұл дүниежүзілік додаға кімдер барады? Осы Азия ойындарында өнер көрсеткен балуандар бара ма, әлде басқа спортшыларға мүмкіндік бересіздер ме? Бұл енді додаға жалпы мына Азия ойындарынан кейін 2 аптадан кейін әлем чемпионаты. Жалпы біз бұл жарысқа екеуіне де дайындалдық. Мына Азия ойындарында күрескен палуандардың бәрі күреседі. Елдос Сметовтен басқа, өздеріңіз білесіз, Елдос Сметов қабырғасы шытынап, жарақаттанып жатыр. Соны емделіп, ол осы әлем чемпионатын өткізеді. Бабына келе алмайды, өйткені уақыт деген өте аз, 2 апта деген. Елдос Сметов сияқты спортшыларымыз аз, бұл Олимпиада ойындарына
әмбіден қазір мына олимпиадаға лицензия ұпай жинау кетті. Бұл баланың қазір әлем чемпионатының кішкене нетіп. Бірақ бұл салмақта Қырғызбаев Осман деген баламыз бар, жақсы өнер көрсетіп жүр. Соңғы кезде гран-приларды өздеріңіз білесіз. Елдоспен финалға шығып, өзде жеке өтіп, жалпы ол баламыз жаман емес. Былтырда әлем чемпионатында Былтырда әлем чемпионатында бестікке кірді, өздеріңіз білесіздер, Елдос Мұсметов екеуі. Енді сол балаға үміт күтіп отырық, шынын айтса, 60-тан. 48-де Галбадрах күреседі, 66-та Серікжанов күреседі, жас балаларымыз Жұмаханов күреседі. Сондай спортшыларымыз Жансай өзі күреседі, өз салмағында. 81-де біздің чемпионымыз Дидар Хамза күреседі. Енді көп өзгеріс жоқ. Көп өзгеріс жоқ. Елдостан басқа, жалпы Зере Бектасқызынан басқа бүкіл спортшылар қатысып, өз өнерлерін көрсетеді әлем чемпионатына. Оған дейін оқу жаттығу жиыны өтеді енді бірі? Оған дейін оқу жаттығы жиыны бар. 11-ші қыркүйекте кіріп, 18 күні Астанадан бүкіл команда бәріміз әлем чемпионатына атталамыз. Енді былтыр әлем біріншілігінде Отгон Цусек Галбадрахтың жалғыз қола жүлдесіне қанағат қылдық. Биылғы жоспар қалай? Биылғы жоспар енді қыздар бір медаль, ұлдар бір медаль алса деп отырық енді. Қола болсын, алтын болсын, күміс болсын. Бізге енді ең маңызды әлем чемпионаты деп айтпаймыз. Әлем чемпионаты ең маңызды 2019-да болады. Олимпиаданың алдын ұпай саны көп болады. Бірақ жақсы, жалпы енді Қазақстанда неғұрлым медаль көп болады, біздің дзюдошыларда неғұрлым, соғұрлым біз мықты боламыз деп ойлаймын енді. Жастардың деңгейі қалай? Енді жасөспірімдер арасында Олимпиада ойындары жақындап келеді. Жасөспірімдер арасында Олимпиада ойындары жақындап келеді. Аргентинада енді бізде бұл Бегарс деген баламыз бар. 90 килограммда күресіп жүрген спортшымыз. Рейтингта қазір әлем рейтингінде, Олимпиада рейтингінде бірінші орында тұр. Бірақ Олимпиада ойындарында квота аз болғанмен 90 мен 100 килограмм салмақты біріктіреді екен. Енді өкінішке орай бізде Давлатов деген тағы бір барамыз болған 55-те. Ол да лицензия жинаған, бірақ әр елден бір спортшы болған соң бір қыз, бір ұл күреседі бізден. Сол Бегарстан үміт күтіп отырық енді. Өзіңіздер білесіздер, соңғы Олимпиада ойындарында Жауынтай Бауыржан Олимпиада чемпионы болған. Енді содан төмендемеуіміз керек, бір деңгейде ұстап қалсақ, оны өзі біз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Енді елімізде қандай ірі турнирлер бар? Бұрындары гран-при турнирлер өтіп тұратын еді? Енді бұрын гран-при турнирлер өтіп тұратын, IGF күнтізбесінде енді биыл 4 жылға алынатын жарыс еді. Биылғы олимпиадалық циклға ол алынбады. Енді мына Ақтауда бізде Азия кубогы өтеді. IGF тарапынан кірдік, сонеге бүкіл спортшыларымыз қатысады, мықты-мықты. Одан кейін Қазақстан чемпионаты бар, Астанада өткіземіз бе деп бұйырса деп ойлап отырық. Бірақ жалпы IGF несіне кірген, күнтізбесіне кірген жарыстарымыздың бұл жасөспірімдер арасында Бекет Махмутовтың турнирі бар. Именно Таразда өтетін Ташметовтың турнирі жастар арасында. Сол 3 турниріміз бар, жалпы халық жинайтын IGF-пен де басқа командалар кеп, басқа төрешілер кеп. Осы елімізде енді дзюдоны дамыту жолында тағы да қандай іс-шаралар атқарылып жатыр федерация тарапынан, және халықаралық дзюдо академиясы ашылған болатын Алматыда, уже бірнеше жыл болды, жұмыс атқарып келе жатыр. Оның жемісі қандай? Халықаралық дзюдо академиясы жақсы жұмысын атқарып жатыр. Жалпы спорт Кіркен Ахметов атындағы спорт интернаттың базасында орналасқан. Бүкіл интернатта 90 бала дайындалады екен. Дзюдо бөлімінде 90 бала дайындалады. Бүкіл спортшылар сонда дайындалып жатыр. Міне ұлттық олимпиадалық комитет, Министерство культуры дейді ғой. Солар көмек көрсетіп, Жапон елінен бапкер алғанбыз тағы да. Сол кісімен контрактыға отырып, ол кісі бір 3 жыл жұмыс істейді. Шихара деген жігіт, міне қаңтар айынан бастап, қыркүйек айынан бастап, балалармен сол интернатта сол бапкер дайындалады. Өздеріңіз білесіздер, Отгонцекпен бірге Моңғол инкубатор тренерінде алып келдік. Бұл жалғыз қыз емес, бұл жерде жақсы бапкер алып келдік, шынын айтса. Бұл қыздар сборныйына қазір көмектесіп жатыр. Біздің жас бапкерлеріміз сол кісілердің қасында жақсысын алып, өнерін алып, енді спорт Япониядан шыққаннан кейін Япондардан аламыз. Жақсы балуандар Моңғолияда шығып жатқан соң Моңғолиядан алып сондай бапкерлерді 3-4 жылға жыл сайын алып келуге тырысамыз жалпы. Біздің бапкерлер кішкене өздерінің деңгейлерін көтерсін, тренировка қалай өтеді, қай кезде қалай нагрузка беру керек. Жалпы сондай жұмыстар атқарылып жатыр. Академияға мыңда бір рахмет Кеңес Хамитұлына. 4 татами, тренажерный залы бар бөлек, саунасы бөлек, өте керемет күшті
здание, шын айтсам. Сол академияда енді баста жұмысымыз. Самат Сәбитұлы, біздің уақытымыз шектеуленді. Біраз әңгіменің басын қайырдық. Спортшыларымыз алдағы жарыстарда, осы әлем чемпионатында жеңіс тілейміз, табыс тілейміз, елге қомақты медальдармен, қомақты қоржынмен оралыңыздар. Рахмет көп-көп. Құрметті көрермендер, осымен Қазспорт қонағы бағдарламасының кезекті саны аяқталды. Студиямызда қонақта болған Қазақстан Дзюдо Федерациясының бас хатшысы Самат Жылқыбаев мырза болатын. Назарларыңызға рахмет. Қазспорт арнасы қашанда қосулы болсын ағайын.